Ал Қазақстан халқы қоры не тындырып жатыр? Болат Жәмішев басқаратын қор денсаулық пен білімге және халықты әлеуметтік қолдауға қаржы жұмсап жатқан көрінеді. Дәйекке дәлел бір ғана білім саласына 269 ауыл мектебі қайта жаңғырды. Әрбір білім ордасына 250 миллион теңге бөлініп, оқу кабинеттері заманауи тұрғыда жабдықталған. Бұл бағытта Жамбыл облысында да бірнеше ауылда балаларға тамаша тарту жасалған. Ол жайында Жансая Жанболатқызы баяндасын. Қазақстан халқына қорының қолдауымен 2022 жылы Сарысу ауданында бір мектеп, 2023 жылы 2 білім ошағы қайта жаңғырған. Ал былтыр аймақта 4 мектеп заманауи үлгіде жабдықталыпты. Шарапатты шарадан Шалғайдағы Мойынқұм ауданы да шет қалған жоқ. 1979 жылы іргетасы қаланған Тұрар Рысқұлов атындағы Тірек мектебі соңғы үлгіде жабдықталған. Қазір онда 500-ге жуық оқушы білім алады. Қазақстан халқына қолдау қорынан 260 миллионға өте жақсы материалдық техникалық базаменен нығайтылып отыр. Қазіргі таңда бұл мектептер Назарбаев зияткерлік мектебімен әріптестік байланыс орнатылып, осы мектептің ұстаздары арнайы курстардан өтті. Сол мектепке барып, ол мектептің де пән мұғалімдері басшысымен бірге келіп, осы жерде өзара тәжірибе алмасу семинарлары өтті. Қайта жаңғырған оқу ордаларында жаңа модификациялық кабинеттер жасақталған. Мойынқұмдағы сияқты Жуалыдағы Тірек мектебінде де химия, биология, физика кабинеттері зертханалармен, STEM лаборатория, арт-студия, телестудия, IT-лаб және интеллектум бөлмелері бар. Теория мен практиканы ұштастырам деген оқушылар үшін мүмкіндік мол. Бұл суретші станок. Біз компьютерге алдын ала сурет дайындап, тапсырма береміз, және бұл станок өзі сурет салады. Қордың қолдауына қол жеткізген мектептер Сардаласын сағым сүйген Сарысу мен Мойынқұмда болғаны ауыл балалары үшін үлкен тарту. Оқушылар интернетке де қосылады, түрлі тәжірибе жасайды. Бәрін көзбен көріп, қолмен ұстап білімін шыңдайды. Бұл бізде дайын микропрепараттар. Осыны біз электронды микроскопқа қойып көретін боламыз. Бұл пияздың қабықшасы. Тек қана микроскоптан ғана көріп қана қоймай, оны біз үлкен экраннан да пияздың қабықшасын есеп тұрмыз, көріп тұрмыз, иә? Биыл өңірде тағы 4 мектеп жаңадан жабдықталады деп жоспарлануда. Бізде бұрын арман болған құрал жабдықтардың барлығы, бүкіл керекті информацияның барлығы бар, керекті лабораториялық құрал жабдықтардың бәрі бар. Енді сіздерге тек қана оқу ғана қалды, қымбатты оқушыларым. Жансая Жанболатқызы, Жалғас Саңғыл, Руслан Сандыбай, Айқын ақпарат.